сәлеметсіздер. Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бізге қош келдіңіздер. Амин екеум сіздерді күтіп алдық. Қыздар, ары қарай жалғастырамыз. Мынау біздің есіктен кіргеннен кейін мынау кішкентай холма, қалай айтсақ болады? В общем, мынандай отыратыны бар. Ешілка, ананың ішінде шкаф. Мына жерде тартпалар уже бычыт болып жібергенбіз ғой. Біздің каналда негізі біздің рум-тур болған, бірақ жаңадан келген подписчиктарымыздың сұрауы бойынша түсіріп жатырмыз. Бізге тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Сіздерді жақсы көреміз, өйткені ауыздарыңызда не шығады, соларды орындауға тырысып жатырмыз. Сол үшін обязательно менің видеомда 75% не подписчиктер көреді екен да, сол үшін каналға тіркеліп кетіңіздер. Мына жерде подписаться деп тұрады, соны бассаңыздар болды. Ал кеттік, жалғастырамыз. Так, мына қолдан кейін бисмилля кетші. Былай қарай тура кіргенде мынау біздің бірінші ваннымыз. Мына жерде душымыз. Мына жерде тоже Айна, привет. В общем, мынандай ванна, мына жерде пылесосымыз, пол жуатын, шелегіміз. Ал мына жақты көрсетпей-ақ қояйын, кішкентай ғана стиральный машина тұрады да. Соны жауып қоямыз, кірлер жатыр, в общем. Мынау біздің душымыз, рахат, келесің, шайынып аласың, шығып кетесің. Так, ары қарай кеттік. Мына қыз не істеп жүр мені. Одан кейін біздің үйге кіре бергендегі холл. Ал кеттік, бастаймыз. Бүйтіп кіргенде ой, ол лампочкаларды айтыз. Көп свет. Иә, бізде жап-жарық свет, өйткені біз ана тусклый қап-қара болып тұрған ұнатпаймыз. Бізге жап-жарық свет деген секілді, светик лайф деген секілді жап-жарық болу керек. Так, и оң жаққа кіргенде біздің асхана. Осындай біздің асханамыз. Короче, біздің уже кухнямызды білетін шығарсыздар, 24 сағат кухняда ас бөлме деген бізде бар ғой. Так, мынандай үлкен шкафтар, мынаның бәрі шкаф, төбесте шкаф, астыда шкаф. Я, в общем, мынау біздің кухня. И холодильник әлі алынбаған. Бұл семейден келе жатқан ескі холодильник. И мына жерде біздің Айна, сіздермен амандасып жүрген Айнамыз. Мынау біздің үйдің ережесі. Оқып берейін. Осы жерде Еңсеңді түсірмей еңсең. Түсірме деп өлең айтып кетсе. Мына жерде, мынау еттер ғой, мән бермеңіздер. Мына жерге бүйтіп шыққанда, сіздерде 24 сағат балконда деп түсіріп жүрген біздің терраса, біздің балконымыз. Осы жерде көп чай ішпейміз, өтірік айтам, чай ішпейміз. Анда-санда ғана чай ішеміз, кофе ішем, илемей отыр. Мынау бізде семейдегі барып қаңғып жүргенде өліп қалған гүлдеріміз аты күшті шығып тұрған ғой, өмірімде бірінші рет нормальный гүл өсіріп едім. В общем, мынау біздің террасамыз, балконымыз. Демалатын жер. Ал кеттік, ары қарай. Мына екі қыз менің өзімде жүр ғой. Так, кухнядан кіреміз, шығамыз. Айтпақшы, мына жерде біздің подвал. Мына жерде үлкен астында бір комната осындай подвал бар. Білесіздер ғой, ол 24 сағат подвалда еще түсірдік қой сіздерге. Бүйтіп ашылады анау. Мынау кафель бар ғой, міне. Сызық тұр ғой, кілтпен бүйтіп ашылған кезде беті кафель, асты есік. В общем, түсесіздер. Оны да білесіздер. Біздің постоянно подписчигіміз біледі. Мынау біздің любимый ютубымыз. Біз ютубты керемет жақсы көреміз. Мынау мен өтірік гүлдерім. Так, ары қарай кеттік. Бүйтіп кіргенде жаңа кухняны көрсеттік қой. Мына жаққа кіргенде біздің зал. Залды тоже білесіздер, 24 сағат залда деген бізде каналда. Бізде барлығы бар. Мынандай үлкен бізде зал. Штативім қорқыт жүрсің. Біздің зал, короче, қонақтарымыз келсе, осында сізде келсеңіздер, осында чай беріп, тамақ беретін боламыз. Залдан шыққаннан кейін, әр жерде есік бар, тура бүйтіп тұрады, тура жетіп келеді мен. Мына жақта біздің Кәусармен Әминуштың комнатасы. Мына жерде біріп жатыр, білмеймін, бұл кімнің қызы? Айданың қызы. Бұл Маконти. Короче, мынау екі шкафы,
екеуінікі мынау Аминанікі, мынау Кәусәрдікі, екі рабочий орындық тұр, столдар тұр. И свет жақсыңдаршы. Здесь свет темный. Свет темный. Аминалардың столына потом обзор жасайтын боламыз. Бәрін артық-тыртықтың бәрін ана төбеге шығарып тастағанбыз ғой. И скоро мимимишный заттар келеді, оны да түсіретін боламыз. И аминалардың люстрасын ауыстыру керек Кәусар екеуін. Өйткені мыналар ғой. Жоғарға қарап тұрады екен, үшеуі сүмірейіп, вообще не, темный, сабаққа мешать етеді. Сол үшін ауыстыру керек. Так, міне залды көрсеттік. Былай жүргенде Кәусардың комнатасы, ал былай жүргенде демалатын қол. И мына кісі не істеп жүр, не артынан аңдып білейін. В общем, мына жерде жатып, телевизор көріп демаласыздар ғой. В общем, былай жүреміз. Бірінші спальняға кіреміз. Мына жерде бізде қазақша бөлме. Мына екеуін жатсын қараңыздар. В общем, мына жерде жастықтар, үтіктейтін, қонақтар келгенде көрпелер. Мынау, короче, пердесімен, в общем, комната, бұл жақта ешқандай мебель жоқ, только көрпемен. И мына жігіттер. Екінші спальняға кіргенде, мынау шағаласып бітті ғой. Мына жерде уже Абдыраштың бөлмесі, Абдрахманның бөлмесі. Бұл жерде де қазақша өзінің көрпесі. Бұл жерге де мебель алған жоқ, біз өткен біздің көшіп келгенімізге 2 жыл болды ғой. Бұл жаққа да уже Абдырашқа мебель алу керек, шкафын алу керек, жататын төсегін алу керек, сабақ оқитын жерін. Амина, ты мешаешь. В общем, мына жерде намазхана ғой, как намаз оқитын, папамыз намаз оқиды. Сен бала бар ғой, бәрін құртасың ғой бар ғой. Так, бүйтіп 2 спальняды көріп тастадық. Мынау біздің екінші ваннамыз. Короче, спальнялардың ортасында жүрген ванна ғой. Жүрген деп қояды дейді. Тұрған ванна. Мынау Кәусар мен Аминаның ваннасы. Уже ішіне кіргенде духи шығып тұрады. Қыздардың бөлмесі, қыздардың ваннасы екен білініп тұрады. В общем, мынау қыздарский ванна. Екінші санузел. Бұл жерде душ емес, мынандай ванна. Так, одан шыққаннан кейін Светик Лайфтың жатын бөлмесі. Привет, қыздар. Өйткені мына жерде білесіздер ғой, мен мына жерде привет, сәлем достар деп сіздермен бірге амандасатын айна. Духи-мухи косметика, на бірінші тартта бәрі косметика, телевизор. Мынау жатын бөлмеміз, киімдеріміз, сондай. Мына жерде тоже мен ютубым тұр. Жаным менің! Ой, кет шығар. В общем, мынау біздің спальня. Так, қыздар, осымен бітті ау деймін? Екінші этаж бар ма десе? Екінші этажды алыңдар. В общем, қыздар, осы таныстыр, үйіңізді көрсетіңізші деп жатқан біздің осындай кухнямыз, террасамыз, балконымыз, осындай біздің үйіміз. Сіздердің сұрауларыңыз бойынша түсіргенбіз ғой. Так что, қыздар, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий түскен сайын біз қуанамыз, қыздар, шын айтам бар ғой. Пока-пока, келесі видеода жолыққанша. Сіздерді қатты жақсы көреміз.